Ассалаумағалейкум, біздің YouTube арнаның тұрақты көрермендері. Бүгін біз Алматы қаласындамыз. Алматыдағы Қонаев көшесінде орналасқан бизнес-центр Сәттеміз. Бұл жерде біздің өзіміздің қарындасымыз Мөлдір Әуелбекованың Мөлдір бейне орталығы орналасқан. Бүгінгі бағдарлама Мөлдірдің бейнесі жайында болады. Қалай болды, тарихы, болашаққа жоспары қандай? Ал енді сіздер не істеп жүрсіздер? Каналға тіркеліңіздер, лүпіл басыңыздар, пікір алаңыз сіздер үшін. Қалаған нәрселеріңізді жазыңыздар. Ендеше кеттік. Қош келдіңіздер. Үйтіп көзіңіз жайнап қарама қойсын. Оны айтпақ болмайды. Бізде конфиденциально. Мен мынаған қазір көңілім толмайды. 20 жыл. Көп сияқты болып тұр да маған қазір. Қарасаң негізі көрінмес па дейді. Бұл әңгіме негізі Үйден басталып. Просто өзім сондаймын да. Енді әнші болам деп жүрген адам космонавтқа кетіп қалған ғой. Кейін енді тоқтаттым ол арманымды. Бізге орамал шешу керек болады. Бірінші сұрақ. Менде осы названиесі бейне деген бір суретке байланысты сияқты да маған. Неге бейне? Енді о бастап мен бірден өзім жаңағы ұлтжанды, елжанды адам болғаннан кейін өзім тілге де қатты жанашырмын. Не болса да бұл қазақ тілде болады дедім, өзіміздің тілде. Одан кейін бұл бейне деген атауды негіз мен өзім Инстаграмда 3 миллион оқырманым бар. Сол кісілер қойып берген осы бейнені. Бір осы басталған кезде мен шын айтсам миым қатып кетті, қалай мен атайым бұны депші. Енді кім біледі, Алланың жоспарын біз білмейміз ғой, бұл мүмкін ертең жаңағы бір Гуччи сияқты бір әлемге танымал болып кететін шығар, біз білмейміз ғой алдымызда не күтіп тұрған. Сондай бір оңай бір жеңіл, бірақ қазақи атау болсын деп мен көп жаңағы нұсқаларын көрдім, ақылдастым, сұрадым, сөйтіп келдім де неге мен 3 миллион адамым бар? Халық отыр, мен неге бәр қайсынан бет жүріп, сұрап жүріп, дедім да бір күн суретке салдым да. Осындай бір образды жаңағы сомдайтын бір қандай атау сіздер ұсына аласыздар дедім да. Сол жерде бір қазір есімде жоқ, өте көп мыңдаған жаңағы пікірлер жазылды да. Соның басым көпшілігі бір 80% бейне деп жазған ғой. Бәрін Алла өзі солай реттеп қойған. Сонымен бейне деген сондай бір неге келдік нұсқаға. Сондай шешімге келдік. Халық болып, дүйім жұрт болып, осы брендтің атауын біз бейне деп қойдық. Кстати, вот өзімнің оқырмандарыма осындай күшті нұсқа айтып, осы брендтің атауын бейне деп қойып берген үшін рахмет айтамын. Ендеше кел бейнеге. Ассалаумағалейкум. Құрметті. Қалайсыздар? Келдік. Қош келдіңіздер. Мен сізге микрофон өліп жіберейін. Сразу, да? Ну, хорошо. Микрофон өлімді. Ендеше әңгімені бастаймыз. Қош келдіңіздер. Біздің бейне фабрика деген айтуға кішкене әлі рановато, но бейне цехна, киім цехна. Баяғы, сепчикаға атеп қырлық болады. Я, жоқ, нормально, шыққандай не жоқ, кесіп келдім. Кіріңіз. Кіре бе? Кіріп. Мөлдір? Ола береке берсін, күшті екен. Мына жерде бізде 2 стол арнайын жасалған, бұл бізде көріп тұрғандарыңыздай жаңағы киімдерді пішеді, конструкциясын жасайды, пішіп, қиып, уже ар жаққа тігінге жібереді. Сенде киімдер шетелден керіп, бейненің есі жазылмайды? Жоқ, бізде отандық өнім. Тігіледі. Отандық өнімге кішкене болса да үлесімізді қосып жатыр осылай үлкен ұжым болып. Керемет. Мата алып келінеді арнайы, Стамбулдан, Дубайдан. Қазір енді Қытайды күтіп отырмыз. Қытай ашылған кезде біз сол жақта да көреміз маталарды. Бізде мата өндірісі жоқ қой, білесіздер, Қазақстанда. Сол себепті біз шетелден алып келеміз. Бұл жерде өзіміздің базардан, өзіміздің мата алып келетін жерлерден алған қымбат. Мен басында алып жүретін, бірақ біз рулонмен аламыз ғой, көрдіңіздер ғой. Сол себепті көп алғаннан кейін бағасы қымбат шығады. Содан кейін біз енді арнайы Стамбулдан, Дубайдан барып алып келеміз. Қайдыңғыдай Стамбулдан келген? Мынау Стамбулдан келген мата, иә. Стамбулдан келген. Мынау стол. Столдар арнайы жасалған, міне қарасаңыздар, ішінде мына бәрі мата тола. Арнайы осы пішуге арналып сен келеді? Алып салғанға ыңғайлы да. Мынаның үстіне бәрі тұрғанша семайды, көрдіңіздер ме? Сол себепті арнайы былай жасалған, асты үстіне қабат-қабат қып сала береді маталар. Бір сұрақ кішкентай. Мына столдың біреуі қанша тұрады?
Да-да-да-дан. Екеуі миллион теңге тұрады. 500 мыңнан. Осылай, кәсіпте оңай емес. Бұл жерде аз ақша деп айта алмаймын, біраз ақша. Мына жерде яғни барлығы мысалға жаңа қағаз қойып атты ғой үстіне. Қағаз лекала деп аталады. Мынау жаңағы ең бірінші жасалған конструкция жасалған кезде осыны арнайы қағазға түсіреміз. Себебі біз жаңағы 3 қалаға размермен тігеміз ғой. Бірден бірнеше 20-30 штуктан тігуіміз мүмкін. Сол кезде осы бір лекаланы шығарғаннан кейін матаға қойып, осымен қия береді дайын қылып. Сонда бұл бір размер, көйлектердің бір размер ма жоқ, бұл размермен бөліне ма сонда? Бұл бір стандарт жасалғаннан кейін уже өзінің размеріне өздері тігіншілер өздері қосатын сантиметрлер бар, уже размерге өздері қосып қия береді. А мынау бір стандарт осылай жасалады лекалы. Мынау маталар мына жерде. Маталар, астында кішкентай ғана осындай бір бөлменің ішінде сіздерде получается киімдердің барлығы осы жерде пішіліп жатыр, Осы жерде пішіледі, осы жерде Қазақстанға осы жерде пішіледі да, осы жерде бәрі шығады. Ақтауда бөлек цех жоқ, Астанада жоқ. Ақтау, Астанада бізде дүкендер ғана осы жерден барлығы қиылып, тігіліп, дайындалып, уже товар жаңағы немен жіберіледі. Бейнеге дейін өнер адамы болды. Киноға түстім. Қазір де өнер адамымын. Только өнер адамы болды. Иә, тек қана. Қазір сен кәсіпкерсің. Солай айтуға бола ма? Кәсіпкерсің, бір бренд қалыптастырып жатсың. Мөлдір Әуелбекова деген бір бренд бар, екінші бренд бұл бейне. Бұл қалыптасу үстінде. Мен ойлаймын, болашақта Алла нәсіп етсе бір үлкен бір бренд болады. Берсін. Алла нәсіп етсе. Берсін. Енді кәсіптің түрі көп. Сен мейрамхан ашсаң да болушы еді. Сен бір басқа бір амбассадор болсаң да болушы еді. Больше. Неге именно осы киімге? Негізі көп нәрсе адамның өмірінде мұқтаждықтан пайда болады ғой, келсесіз ба? Тура сондай жағдай болды менде. Мен өзім негізі орамалға келуімнің өзі бірден бола салған жоқ. Ұзақ жылдар кетті маған оған. Мен қаншама ниеттеніп келіп, осы бір орамалға келген кезімде, мен шын айтсам, өзімнің осы біздің нарықтағы өзіме лайықты, өзіме ұнайтын, өзімнің көңілім тоқ болатындай бір киім табу маған қиын болды. Мен барын киіп жүрдім. Менде әлі Инстаграмда ол суреттер бар. Бірақ кейін сонда да көңілім толмай, өзім бір адам мені комфортты жақсы көрем өзім. Мен киген киімім, менің отырған жерім бәр маған ыңғайлы болу керек та. Мен өзім комфорт жақсы көргеннен кейін. Ал мен жаңа өзім сол кезде орамалға кигеннен кейін сатып алып киген киімдерім дискомфорт маған. Өзімді бір басқаша сезінем, кейде бір ұсқынсыз сезінем, көңілім толмады. Сөйтіп не керек, күнде мен тіктіртіп кие бастадым. Бір ательеге барам, таныстарыма барам, ателье көп қой бізде неше түрлі. Барамда маған мынандай киім тігіңіздер деймін. Биркасы ештеңесі жоқ, маған сондай киімдер тігіп бастайды, мен оны кием. Өзім барып түсіндірем ғой, маған мынандай рубашка керек, маған мынандай шалбар керек. Өйткені мен енді шалбар киетін орамалды қыздардың қатарындамын. Айтып қойын сұрақ. Шалбар киюге болмайды деп, шалбар кимейтін қыздар да бар ғой деген ғой. Сондай жүріп, мен соны кие бастадым да, күнде қарасам сұраныс. Менің оқырмандарым сұрай бастады, қайдан алдыңыз? Көп болып кетті. Жекемен шығады, өзім таныстарым қайдан алып жатсың, мен тіктіртіп киіп жатырмын. Енді мен әртүрлі ательлерді тіктіртіп жатырмын, бір ательеде емес. Оны қайсы біреуін анаған барасың деп айтып отырасың мысалы. Сөйтіп сондай бір ой келді маған, неге осындай, осы өзім киіп жүрген киіммен бөліспеске? Неге сол киімді халыққа ұсынбасқа? Сөйттім да мен аутсорсингке басында беріп жүрдім, сондай бір тігін цехын іздедім. Бұл кезде шын айтсам менде тігін саласына келіп бірден цех ашып өзім былай жасай салам деген менде жаңағы қаражатым да болмады, өзімнің состоянием да ондай болған жоқ. Болмады ондай жағдай менде, бәрін бірден өзім жасай салатын. Сол себеп мен аутсорсинг жаңа тігін цехын іздедім. Барып, Гүлнұр деген қыз бар. Кстати, біз әлі бірге жұмыс істейміз. Гүлнұр осы жерде отыр. Оның өзінің цехы да жұмыс істеп тұр, и ол маған да осы цехқа әлі күнге дейін міне. Осы 2 жылға таяп қалды ғой, бірге жұмыс істеп жатырмыз. Сөйтіп мен тігіп бастадым. Бірінші жаңа бір киімнен S размер ғана. Қалай болады екен, мен білмеймін ғой қалай болады. Сауда жүре ма, жүрмей ма, адамдар ала ма бұны. Сұрап атқан менде әшейін сұрап алмайтындар бар ғой, мысалы көп қой. Сөйтіп нетіп едім, Алла саудаға береке береді, ол енді бәрімізге мәлім, саудада береке бар деген рас. Өзім соны көзбен көрдім. Сонымен бәрі басталып кетті.
Ең алғашқы саудаң. Есімде жоқ қазір. Енді бізде ең бірінші орамалдан басталды. Мен ең бірінші көңілім толмайтын орамалдар едім. Мен өзім... Несі ұнамады сонда? Қазіргі қоғамда енді орамал тағып жүрген қыздар көп қой. Сол орамалдың саған несі ұнамайды? Мен практичный заттарды жақсы көремін. Жеңіл. Жеңіл, кигенге ыңғайлы, матасы жеңіл. Сосын бізде жазда орамалмен жүрген ыстық. Матаның түрлері болады ғой, мысалы арзан синтетика қосылған маталардан орамалдар өте қатты ыстық тартады. Көбіне біздің нарықта енді шыны керек қазір сондай. Бізде көбіне Түркиядан алып келеді, Қытайдан алып келеді товарды. Енді әрине оны арзан қылып әкелуге тырысады, өйткені үстінен қосып тағы сату керек қой оны. Саудада жүрген кісілер де түсінуге болады. Сондай айттым ғой, комфорт маған керек, маған ыстық болмау керек, маған ыстық тартпау керек, ауа кіргізіп, сондай болу керек болғаннан кейін ең бірінші бізде орамалдан басталды бәрі. Сосын конструкция бойынша мен осы орамалды, менде бәрі қазақша атау. Байлама. Мына орамалдың практичный дедім ғой, вещи. Орамалдың ыңғайлылығы, мынау байлайсың да кете бересің. Өте ыңғайлы, шовсыз бұл. Бұны сосын, ине ештеңе керек емес. Байлама аты, байлайсың да жүре бересің. Сосын бұл байлағанда 15 түрлі қылып байлаймын мен. Бірақ менде осы Ақтауда біз дүкенді ашқан кезде мастер-класс болды. Кішігірім біздің орамалдардың тағу үлгілерін өзім жеке барып ашылуында көрсеткен болатын келген қонақтарға. Сол кезде таң қалдым. Менің орамалымды мен 15 түрлі байлауды елдерге бүйтіп түсіндіріп жүрсем, сөйтсем, адамдар өзіне орамалдың настолько ыңғайлы практичності ол кісілер мен білмейтін байлаумен байлайды ғой. Мен үйреніп кеттім өзімнің тұтынушыларымнан. Қандай мұнда гүлдерді жасап, күшті байлайды екен. Осы орамалдарды, бір орамалды сондағысы. Бір орамалды сонда сен әртүрлі стильде, спортқа болса да спортқа келтіріп ке аласың, байлай аласың. Классика болса классика. Өте ыңғайлы да. Менің тұтынушыларым әбден үйреніп алып бұл орамалға. Кішкентай тағы бір сұрақ. Арнайы. Күніне қанша көйлек тігіліп отыр? Санамаппын, шын айтсам. Әр кезде әрқалай. Да? Себебі ол көйлектің, киімнің жаңағы қиындығына байланысты, өзінің фурнитурасына байланысты, кейбір мысалы күнделікті киетін мен өзім киім киемін ғой, күнделікті мынандай киімдер жылдам. Сен үстіндегі барлығы осы мен тек қана өзім киім киемін. Басқа жоқ, сатып ал деген жоқ. Жоқ, сатып алмаймын. Осы 2 жыл ғой почти. 2 жылдың көлемінде осы ашылғалы тек қана өзім киімді киемін. Себебі амбассадор өзіммін ғой. Енді өзім жүрген немін ғой, рекламамын ғой өзім киімме. Қайдан алдым деп сұраса, бұл бейне деп. Яғни жарайды. Бұл повседневный киім. Мынау сахналық киімдерді де өзім осы жерден тігіледі бәрі. Осы жерде, осы жерде ұжым тігіп береді, Керемет. Отырып ойластырып, бәрін жасап. Ол сенде ғана болады. Егерде жоқ, менде ғана, мен өзіме тігем, бірақ егерде тапсырыс беріп осындай көйлек тігіп беріңіз десе, біз енді цех өзімізде ғой, өзіміз тіге береміз. Осыншама күнде, осынша бағаға тігіледі деп айтамыз тапсырыспен. Керемет. Бұл не бөлме? Бұл склад, мата. Вау, кішігірім склад. Мұнда да мата, бұл да арнайы жасалған полкілер. Астын бәрі мата. Мынау жаңадан келіп жатқан машинкалар, қазір көресіздер, коробкалар қазір салып жатыр. Бұл бәрі шығарылады. Енді қазір мата аз болып тұр. Бұл да арнайы істелген, бір-екеуі бір материал. Бұл да 500 тұрма. Одан сәл азырақ. Мынау лекалылар, бағана айтып түсіндірдім ғой, ең бірінші нұсқасы осылай қағазға түсіріледі. Осы қағазбен уже матаға қойып, размерін бәрін шығарып, массаға тіге береді. Мына жақта енді өте киім көп, міне 1,5 жылдың ішінде. Енді қағазы былай бүктеп тұрғаннан кейін аз сияқты көрінеді. Мынаның барлығы получится біреу бір киім. Бір киім. Матасы міне ілінген өзі бірден. Қай матадан тігілген. Күшті. Кейде бізде повтор болады, сол кезде бірден міне осы матамен. Мына сондай этикеткалар. Бұл басындағы, бұл жаңа неге жасалған этикеткалар сатылымға. Оқысаңыз болады. Менің туындым, сенің мөлдір бейнең. 10 000 теңге. Бұл нәрсе не? Мынау мөлдір Махаббатпен Әуелбекова деп мен мына жерге автограф қоямын. Бұл Боня, орамалдың ішінен киетін арнайы осындай шапка. Былай ғой міне. Мынау бұрынғы мөлдір бейне болдық қой біз басында. Сол бұрынғы мынандай нелері, биркалары. Қазір бізде ребрендинг болды. Ребрендинг, біз мөлдір дегенді алып тастадық та, бізде енді қазір біз бейнеміз. Күшті. Енді орамалдан бұрын, адам орамалға келу үшін бірінші намазға келеді ғой. Ол бір өзі бөлек жол ғой.
осы намазға келетін кішкентай ғана бір қысқаша ғана ең бір қалай айтсам болады намазға келуіңе бір себеп болған нәрсе. Негізі намазға келу, намазға қалай келу, қанша жыл оқып жүрсің деген айтуға болмайды ғой. Бірақ мен бөлсем, неге? Өйткені менде оқырман көп, менде аудитория көп, менде бір кішігірім мотивация болсын деп, орамалға келуге қорықпасын деген немен мен айтып жүрмін. И оның да несі бар да, пайдасы. Маған көп қыздар айтады, апке, сіздің осы сөзіңізден кейін Алла жүректі ашып жібереді ғой, мен емес қой ол. Сіздің осы сөзіңізден кейін мен орамалға келдім, осы сөзіңізден кейін мен намазға келдім деп айтып жатыр. Бәрін Алла жүрекке сөйтіп мен арқылы сап қойып жатқан қыздар да бар, мысалы. Сол үшін мен бөлсем. Менің намазға келуіме жалпы әкем себепші. Мен намазға жығылғаныма міне 8 жыл болды, 9-шы жыл. Толық 8 жыл болды. Бізде негізі жалпы үйде бәрі намазхан, бәрі орамал киеді. Енді қазақта бір жағымсыз бір сөз бар ғой, бір құмалақ. Бір қарым айтып жүртеді. Ең соңғы келген мен негізі намазғашы. Айттырмын ғой, үйде бәрі намазға. Мен папам, мамам үлкен қажылықтарын өте оған қажы кісілер. Ең соңғы маған өте қиын болды өнерде жүріп, намазға келу маған өте қиын болды. Мен папам мені ешқашан мәжбүрлеген емес. Папам мені ауыр сөз айтып, неге деп намазға келмей жүрсің, неге бүйтіп жүрсің деп айтқан емес. Папам тек дұға етіп, маған анда-санда бір сыбырлап қойып, қызым, қашан деп сұрап қоятын болды. Ешқандай ауыртпашылықсыз. Бірақ сөйтіп жүргеннен кейін, ұзақ уақыттан кейін мен өзім күндердің күнде мен Алла маған сондай ой салды. Мен папам кішкене көбірек айта бастаған. Мен бір күн өзім отырдым да, әкеме айттым. Әке, мен тұрмысқа шығам. Мен сізге уәде еттім. Алла куә. Қалай тұрмысқа шығам? Мен сразу намазға жығыламын дедім. Мен тұрмысқа желтоқсан айында шықтым, январдың мен ең бірінші аптасына өзім намазға жығылдым. Мен арнайын жаттаған жоқ, мен дайындалған жоқ. Мен просто әкемнен үйден көріп жүрген нәрсенің бәрін білем ғой, қалай оқылады, неден кейін не оқылады. Мен бәрін А4 қағазға алдым да, көзіме көрінетін жазып қойдым. Жатқа білмеймін, мен білсем, Кәусәрді білем, Ықылас сүресін білем, Фатиханы білем, өзінің бір базовый нелерін қалған мен білмеймін, мысалы. Рукуқта не айтады, сәждеде не айтады, мен білмеймін. Бәрін мен жазып қойдым да, уәдемде тұрам, мен мені алдымда мен жығыла салдым. Алла мен солай алып келді намазға. Алланың қалауымен әкем себепші болып. Бірақ мен өте қатты мынандай бір қатты жолмен келдім да. Мен өнерге бүкіл өмірімді кішкентайымнан мен артист боласын деп өсіріп, әке шешем бейнелеген, неше түрлі үйірмелерге апарып, мен мұны Құдайға шүкір келесі жыл 20 жыл толады өнерде жүрген. Мен 10 жыл оқығам, 3 дипломым бар. Сөйтіп жүріп, маған қиын болды. Мынау енді намазға адам келгеннен кейін көп дұрыс емес жасап жүрген нәрселер көп болды ғой менде. Әлде де көп қой, біз мінсіз емеспіз. Қателік, кемшілік деген жетіп жатыр. Соның барлығынан арылып, нәпсі деген бір сондай бір жаңағы құмарлықты жаңағы бойға сіңіртіп тұратын нәрсе ғой, нәпсіні жеңу деген. Ой, сұмдық. Орамалға келгенде де тура сондай болған. Мен намазға келгеннен кейін мен 5 жыл бойы күрестім орамалға келумен. 5 жыл күрестім. Мен намазға келген кезде білдім, намаз болды. Мен келдім ба, мен орамал киюім керек, әурет жер жабуым керек. Мен бәрін түсіндім, бірақ 5 жыл күрестім мен нәпсімен. Сондай бір 5 жыл деген аз емес қой негізі. Бірден айттым, мен бірден келе саған жоқпын. Мен просто мынандай нәрсе болды да, мен орамалға келген кезде 5 жылдан кейін, намаз оққаннан кейін. Мен орамалға келген кезде халық мен енді намазға келді, намазға келіп, мені келе салды, орамал кие салды деп ойлады. Себебі мен 5 жыл бойы намаз оқып жүргенді жариялаған емеспін. Мен өзім құлшылығым өзіме. Енді орамалды жарияламасаң болмайды, оны жасыра алмайсың, көріп тұр ғой міне. Сол кезде халық көбіне ойлады, міне енді намазға келді, орамал киді деп. Бірақ мен орамалға келу де өзім бір жолы болды. Алланың қалауымен бәрі. Бірақ енді тоқытері әйтеуір келдім, шүкір. Ақыреттік болсын. Орамалға келгеннен кейін де бір талай қиыншылықтар болды. Неше түрлі. Өнерде жол жабылды, телевидение жабылды, неше түрлі. Ол кезде де болды. Бірақ мен үшін бірінші адамның қалауы емес, Алланың қалауы екен, мен нақты білем. Мына жер енді менің түсінігімше, мен бұл нәрседен шынымен өте алыспын. Бұл жерде кажется тігіледі.
жерде тігіледі. Иә. Бүгін бізде міне тағы да біз расширяемся. Тағы 2 жаңа машинка келді. Аха. Бізде ағамыз Бұл машинкалардың барлығының атқаратын жұмысы бір ма, жоқ әлде әр машинка әр машина әртүрлі, иә. Да? Ар жақта оверлок. Аха. Матаның ішін өңдейді. Мына жақта тігін машиналар. Бұлар да әртүрлі. Атауы енді барлығы джек қой, бірақ фирмасы бір, бірақ мынау мысалы F5 болса, мынау A2, анау F4. Өзінің жаңағы жаңартылғанына байланысты, біреу қиып, бірден тіккенде қиып тігеді, біреу қимай тігеді. Мынау машинка бұл ең қымбат машинка осы. Да? Бұл вышивальный машинка. Вышивальный, иә? Кәдімгі бүйтіп жазып береді. Не, осы жерден ал. Бейнеде. Әртүрлі шрифтпен, әртүрлі размерде жаза береді. Неше түрлі әңгіме жаздыра бересің бе? Жаздыра бересіз. Бұл жерде, иә, міне бізде басқа брендтер енді оны айтпақ болмайды. Бізде конфиденциально. Бірақ оюда тіксек болады, жазу тіксек болады. Қараңыз. Қалаған нәрсеңіз тігіледі. Мына жерге келіп, мен сізге футболка алып кеп, Ғани Байсал деп өзім шрифтімді жазып тіктіріп ала аламын ба? Ала аласыз. Сізде тігіп бересіздер ме? Бізде аутсорсинг бар, біз басқа брендтерге де тігеміз. Күшті. Басқа брендтерде бізге келеді, бірақ атауларын айтуға біз енді келісім бойынша қақымыз жоқ, иә. Бірақ біз бір штуктан алып келсе, біз тікпейміз. Біз егер де линиямен тігетін болса, өйткені жұмыс көп, бізде біз арнайы сол кісілердің заказына уақыт бөлеміз. Яғни бейнен киім тоқтатамыз да, ол кісілерге жоспарланған уақытты айтқан кезде, біз солардың киімін ғана тігіп, сол уақытта өткіземіз. Сол себепті біз жаңа көп киім 30-50 киім берген кезде ғана. Абылай енді сізге бір киіміңізді әкелсеңіз жазып беремін. Өзім лично. Короче, келеміз, бұйырса істетеміз. Мына жақта жаңа тігін, мына жақ оверлок машинка. Ар жақтан әртүрлі машинкалар бар. Түйме қадайтын арнайы темірлер бар. Қазір енді осы именно мөлдірдің тарихында, бейненің тарихында ғой. Ең алғаш осы жерде бастаған кезде сендер бірден капиталды алдындағы 20 шақты жаңағы істеген нәрсені алып тастап, сонымен қырып жойып тастап кетті ма жұмысты? Жоқ, ақша жоқ қой, қырсын. Ол кезде карантин болды. Мен орамалға келген кезде жаңағы концерттер жабылды, эфир жабылды, жұмыс жоқ. Орамалға келгенде тойға да шақыртылмай. Жаңа мен өзім тұрмысқа шыққан кезде орамал келген кезде негізі бәрін қойғам. Енді бірақ кейін бір өз мұқтаждықпен қайтан бастадым ғой бәрін. Сол моментте мен өзім көлігім бар ғой енді. Сол кезде салоннан алған жап жаңа көлігім, бірақ кредиттетін, құдайсы кешірсін. Соны жаба алмай, мен соны жабам деп қарыз алып, кредит жауып жүрген кездерім, шын айтсам, бір сондай бір мен нөлде емес, мен минуста болған кез бұл. Ол кезде ақша жоқ, өзім қарызға батып жатырмын. Сол кезде бір Алланы өзі шешімін береді екен, бір ой келді, машинаны сатып, жартысына жаңа қарызымды жаптым, кредитімді, и жаңа алған дополнительно қарыздарымды, и қалған ақшаға мен осы кәсіп бастап кеттім. Басында бір машинкамен, бір тігіншімен басталған нәрсе. Қара, бұл уже аутсорсинг жүріп жатыр. Жаңағы заказдар түскен кезде сен басқаларға айтасың, тігіледі. Онлайн заказбен аласың да, оларға тапсырсын бересің, бірақ өзің тігіп отқан жоқсың. Енді тігісті өзіңнің қолыңа алған период қой бұл, бұл екінші этап қой, получается. Бұл екінші этап, иә, солай айтуға болады. Енді аутсорсингке беріп жүрдім, кейін бір тігіншімен бастадық, енді тігінші қайда болды? Өзінің үйінде болды ма? Маған былай қарап тұрсаң, сенің үйінде болды ма? Алла маған сондай бір жеңілдік беріп қойыпты да, осы кәсіпті бастауға да. Менде оқырман дайын тұр ғой, менде аудитория дайын. Мен бір сторис салсам, тігінші керек деп, маған 10 адам жазады. Машалла. Алла сондай бір жақсы маған шешім беріп қойған, бәрін жеңілдетіп қойған да. Сосын бәрін Алла реттеп әкеп тұр ғой, негізі бәрін. Алланың жоспары деген сондай ғой, біз мысалы, мен әйтпесе ойыма кіріп шықпаған, мен тігін мен айналсам деген адам емеспін ғой. Сөйтіп бастадық қой. Жоқтан бар етуші Алла ғой. Ең алғашқы офистарың осы жерде болды ма, жоқ әлде басқа жерде болды ма? Ең алғашқы офис болған кезде именно жаңа істеп бастаған. Мен осы жерде бір қызық айтып берейін енді, ақыры бәрі айтылып отыр ғой бейнен туралы. Бізде 400 квадрат үй бар. Біз осы соқтық бәріміз жабылып, әке шешем, жаңағы енді Қара Шаңырақта бізде інім бар ғой, келінім екеу. 400 квадрат үй салдық Алматыда. Мен әке шешем көшті, інім көшті, балаша 4 балалары бар. Сөйтіп бәріміз бір үйде тұрдық. Сөйтіп осы жаңағы бейнені бастау периодында менің әке шешем көшеміз деді.
Алматыдан? Алматыдан елге қайтайық деді. Өйткені мен папамның бауырларының бәрі қайтып кетті да, мен жаңағы сол неде әулетте папам үлкені болып қалды. Енді ауылдағы папам өзі көпшіл кісі да, бәрін басын біріктіріп жүріп, сондай бір ұйымшыл кісілер болады ғой. Мен әкем сондай. Бәрін басын жинап сөйтіп жүреді да, жайғап бәрін. Сөйтіп әкем көшем деді. Сосын менің інім өзі де бірден қолдады да, көшетін болып шешті. Енді ол жақтан енді үйді алу керек, ол жақтағы үйді сатып мына жаққа құйғанбыз ғой енді ақшасын, үй соққан кезде. Сөйтіп мен айттым да, мен сіздер 400 квадрат үй, мен не істеймін, Қанеке? Мен айттым, мен сіздерге үй алайын сояқтан, мына үйді мен өзіме алып қалайын. Енді даңғарадай үй, ана жердің залын көрсеңіз. Мен арендаға ақшам жоқ. Мен кредитімді жаптым, мен шамам келген қарызымды жаптым, мен күнделікті жүріс тұрысым нем бар, жаңағы бала шағам тамағы бар, ақшаны алып қалғам кішкенесіне, ол бірақ машинка алмайды ғой, бір машинка алады, қайшысы алынады, мата алынады, оның бәрі ақша. Сонымен жоқ қой қаражат. Арендаға помещение аламаймын бұл қысқа. Сөйттім да, мен әке-шешемен ақылдыстым да, мен сол залды бар ғой, цех қылдым ғой. Машалла. Тігінші, екі тігінші болды, одан үш тігінші болды. Үш тігіншіге дейін мен сол жер цех болды менде. Бір жарты жылдай уақыт ау. Тігіншілер бәріміз бір семьямыз. Мен інім, келінім мен бала шағасымен көшіп кеткен уже. Жаңағы жайғастыра берейік, папалар, мамалар келгенше жаңағы үй іздестіреміз, үйтеміз, бүйтеміз деп. Олар көшіп кеткен, сөйтіп жүріп, сол цех үйде болды ғой. Бұл әңгіме негізі Үйден басталды. Мен мысалы қазір былай қарап отырсың, мен сондай болды ма, сондай шынымен ба деп ойлайсың да, мынандай қазір цехты қарағаннан кейін. Үйден басталды ол цех. Тігіншілерім үйде обед ішеміз, мама обед жасап қояды. Жаңа өзім көмекшім бар ғой, няням, ол көмектеседі, бүйтіп бәріміз. Сондай бір қызық күндер, шын айтсам, қазір бүйтіп еске бәрі түсіп жатыр ғой. Бір жылы, бір сондай бір жоқтан бір жасап, қиналмай, жанымды қинамай, не қылам мен қарыз алып, осы жерге жасай берейік та, деп бір Алла сондай бір бәрін реттеп қойды ше. Қарызға кірмей, ешқандай кредит алмай, сондай бір жасалып, өзімнің жаңағы қаражатымен сөйтіп жүріп, кейін уже біз үлкейе бастаған кезде мен нақтан тойға шыға бастадым. Қайттан бәрі карантин бітті, ашылды, концерт басталды, той басталды. Елдер орамалға үйренді басындағы. Орамалмен ақ шақыратын, халал тойларға шақырып деген сияқты. Сөйтіп жүріп, қайтадан мына жақтан табыс келе бастады да, мен мына жаққа құйып жатырмын, мынаяқтан алып келемін, мынаяқтан құямын, тойдан алып келемін, тігінге құямын, концерттен аламын, тігінге құямын. Инстаграмда білесіз, рекламадан ақша аламыз, біз рекламаның ақшасын ақ кеп құямын. Әлі құйып жатырмын Қанеке. Үйтіп көзіңіз жайнап қарамай қойсын. Әлі құйып жатырмын. Сөйтіп жүріп, үлкейе бастаған кезде мен түсіндім, қыздарға да ыңғайсыз. Енді ол үйдің обстановкасы басқа ғой. Жұмыстың обстановкасы басқа. Сосын өзімде бала шаға шулайды. Ана үй үлкен, үйде мына шыны керек қонақ үзілмейді бізде. Келім кетім, адам өте көп, мен әкем өте көпшіл адам. Көршілердің өзі бей жинала қалып. Сосын уже дискомфорт, мен өзім комфорт жақсы көремін. Уже түсіне бастадым, қыздарға айттым, қыздар көшеміз ба? Апке көшсек көшейікші деді, мен осы жерге көшірдім. Осы жер бірінші алған, кәдімгі жалақысын төлеп арендаға енді, бұл жер бизнес-центр, кәдімгі офисный помещение ғой, өзі қанша этаж, 6-7 этаж ғой. Осы жер міне келіп біздің бірінші кәдімгі цехымыз. Бейненің бисмилля деп басталған уақытысынан бастап қанша уақыт өтті қазір? Біз қыркүйекте ашылдық, қыркүйекте 2 жыл болады. Менің білуімше сендердегі үтіктер бар ғой? Мына үтіктің өзі арзан тұрмайды? Арзан тұрмайды, бұл енді бұл даже литровкасына байланысты. Мысалы, әртүрлі литр болады ғой, мынадан үлкен литрлар болады, олар сәл қымбаттау болады. Бұдан кішілеу литр бар, ол кішкене сәл арзандау болады. Бірақ стандарт үтіктер осылар бізде алады. Мынау сәл үлкендеу көрдіңіз бе, мынаған қараған. Мына машинканың біреу неше тұрады? Әртүрлі. Кейбіреулер 170, кейбірі 230, кейбірі 250 тұрады. Анау вышивальный. Ол 1 миллиондай тұрады. 1 миллиондай тұрады, Ең қымбаты. Вышивальный анау. Аверлок 260-280-нен басталады. Кәсіп ашу. Ол жаңағы ниткаларға байланысты 5 нитка, 6 нитка, 3 нитка болады. Жаңағы бірден 3 ниткамен аверлок мынандай ішіне тігеді ғой. Соған байланысты. Біздікі 5 нитка біздікі. 5-тік. 6-лық бар, 4-тік бар, 3-тік бар.
Мына жақта бізде жіптер бар, көрсете салайын. Фурнитураны бізде шетелден алып келеміз, солай арзанырақ болады. Да? Бізде де производство жоқ қой, Қазақстанда фурнитураға, матаға. Оптың бәрін коробкамен алып келеміз. Аның барлығы түйме. Иә, бұлай керек кезде, табылмай қалған кезде өзіміздің неге барып ала береміз. Барахолкада жүретін Мен өзім де бара берем, анда-санда барам, конечно, но кейде өзім барып таңдағым келеді, таңдай бір жақсы, бір қымбат киімдер тігетін кезде. Осы жерде бәрі, міне түймелер бәрі дайын тұр. Ар жақта, бұл енді қазіргі қолданыстағылары, ар жақта складта бізде коробкадан тұрады бәрі. Мыналар біткен жағдайда коробкадан алып шығып осы жерде толықтыра береміз. Жақсы. Жаңа түйме қадайтын дедің ғой? Мына жерде де жаңағы неше түрлі машинкалар ғой, енді әртүрлі тігіс болады. Мынаны өзі көрініп тұр ғой, міне. Аха. Әртүрлі тігіске байланысты, әртүрлі матаға байланысты. Мысалы, трикотаж маталарын мынандай машинкамен тігу қиындау, сол себепті оған арнайы машинка алынады, мысалы дегендей. Мынау жаңағы түйме. Түймені қадайтын. Мынандай кәдімгі түйме жасалады ғой, міне. Мынандай темір түймеге, мына өзі матасын, иә, бүйтіп салады да, мынаны өзі былай темір нетсе, мынау өзі қаптап береді осылай, міне. Күшті. Өстіп ақырын алып, өстіп киіп жатырмыз. Инстаграм бар. Кішігірім блогерсті ғой. Әншілік бар. Бейне бар. Ата-ананың қызы бар. Балалардың анасы бар. Сен қайсысың больше? Мен баламын и ата-анамын. Әншілік анамын. Ең бірінші. Бірінші кезек ана? Мен анамын, ең бірінші кезек баламын. Мен өте көп осы, біз үшеуміз ғой бауырлар. Осы әке-шешеме көп көңіл бөлетін. Қасымда ғой өткені. Мен мысалы әпкем Таразда, постоянно қасында бүйтіп бала болып жүретін, бір керек кезде еркелетіп алатын, қыдыртып алатын. Жаңағы ішінде ең несі мен болғаннан кейін мен қатты жақынмын да, мен өзім негізі әкеме қатты жақынмын. Бәрі көз алдында болғаннан кейін сонда баламын да мен. Балалық өзім қызметімді атқарам. Анамын, себебі мені сәл қолым болса мен үйге жүгірем. Мен бала-шағама жүгірем. Өйткені мен көп жырақта жүрем ғой. Мен кейде 2-3 күнде ана қаладан ана қалаға гастрольмен кетіп қалам. Шынында мен білем, мен түсінемін, мен бала-шағам мені сағынады. Сәл қолым болса мен үйге жүгірем. Сосын кейде болады, мен атмен беріп тастаймын. Жоқ, мен балам, қызым екеуі жаңағы мен үшін маңыздырақты, мына жақта жұмыстан или болмаса басқа бір кездесу не болатса, мен түсіндіріп айтам, ренжімеңіз, басқа күнге ауыстырайық. Балама керек болып тұрса, мен балама үйге жүгірем. Содан кейін жаңағы кәсіп, әншілік, енді жұмыс қой ол. Қазіргі таңда мөлдір негізгі кәсіп, приоритет. Сенде қайсысы? Қатар. Әзірше қатар. Қатар бәрі. Сенде әлі біреуін бір бағытқа әртіне. Менде қазір мынандай болып жатыр, енді қай жерде фокус көп бөлем. Мысалы, кейбір айда мысалы той аз болып қалады да. Мысалы, оразада. Концерт аз. Сол кезде фокус көп бейнеге бөлінеді. Өйткені мен қолым бос та. Иә. Мынау қарқынды жүреді да. Иә. Сосын мына гастроль көбейіп кетіп, концерт, жаңа нелер көп, фотосессия болып кеткенде, мына жақта фокус болғанда мынау қарқынды жүреді. Қара, қызықта сен концертте жүресің. Мөлдірді кім қадағалайды? Бейнені кім қадағалайды? Бейнені қадағалайтын управляющий адам бар. Анель деген қыз. Онда айтып берейін ба? Қосымша неге бір өзім жаңа не айтып қалдың ғой, бір онлайн бір программамен қарап отырамын депші. Қазір мынау бейнені управлять ететін адам туралы айтайын. Бұл негізі жаңа сенімді адам болу керек қой, өйткені бұл жақта ақша көп. Көп ақша салынды деген, я имею в виду. Табыс көп деп ойлап қалмаңыздар. Табыс альхамдулиллах мына көбейіп жатыр, бірақ әлде де өзіне қайттан құйылып жатыр. Мен бұл табысты алып өзіме жаратып атқан жоқпын қазір. Бағана көрдіңіз ғой, тағы сіздердің көзіңізше 2 машина қосып жатыр. Мына жақта енді санасаң біраз ақша жатыр. Сол себепті сенімді адам болу керек болды да, мен білесіз ғой қазіргі уақыт қандай. Алданып қалуы мүмкін, бұл жерде біреу алдауы мүмкін. Мен мысалы ақша қадағаламаймын бұл жерде. Мен қолымда тимейді мысалы. Бәрін өзім бүйтіп отыратын. Өзім управляющий алатын адам кезде тағы да мен әке-шешеммен көп ақылдасам өзім. Үйдегі айттым ғой, келініміз бар. Келініміз негізі өзі бір жақсы қызметте, бұрыннан көп жылдар бойы тәжірибесі бар, сондай бір бухгалтер да. Өзінің жұмысы да жақсы, өте жақсы.
сол ақылдаса келе мен келінмен отырып сөйлесіп түсіндіріп айтып оны жұмыстан шығарып осы жерге әкеп қойдым. Сенің оң қолың Менің бейнеде. полный, шын айтсам кейде бейнеде не болып жатқанын өзім білмеймін. Өзі істейді бәрін. Қанша ақша келіп жатыр, қанша ақша кетіп жатыр. Мен тек қана жаңағы телефон арқылы қадағалап отырамын. Менде камералар бар мына жерде полный, кім қаншада қандай жұмыс кім бар, не істеп жатыр деп телефоннан қарап отыр көрсетейін ба. Сосын арнайы программа бар тағы да. Қай товар қайға кетті, қанша товар тігіліп ілініп жатыр, қанша товар сатылды, қанша товар брак шықты, қанша товар возврат болды. Бәрін сол программадан қарап отырамын. Қанша аптада қанша ақшаға сатылым болды. Полный отчет жасап отыратын программа бар, оны да телефонмен қарап отырамын. Күшті анау бүйтіп за неделю продажа деп бүйтіп қараймын да көп ақша болады десе, аллаға шүкір деп. Сөйтіп сәл аздау продажа болса, так деймін. Өзім қадағалап отырамын. Давайте продажа аздау болып жатыр, продажа жағын кішкене нетіндер, көбірек реклама жасаңдар, давайте салыңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп уже тапсырма беремін да, соны қадағалап отырамын. Жақсы, өте жақсы. Ондай бар да бәрібір өзің қадағалаған нәрсе өңет та, өзің жасаған нәрсе өңет. Оны болды управляющий бар ғой, міне сенімді адамым ғой деп тастап кетсең де болмайды. Ол мысалы өзі ол да үлгермеуі мүмкін да. Қанша жерден өзі коллектив үлкен болғанымен. Бәрібір өзің бір творческий адамбыз ғой, біз шығармашылық адамда идея көп болады негізі, табиғатта сондай да. Сондай идеялармен, давай бүйте салайық, давай бүйте жүрейік деп сөйтіп айтып отырамын. Күшті. Сондай творческий жағынан процесс. Енді қазір бейнені негізі сен бастаған кезде орамалмен бастадың. Тек орамалдар ғана. Қазір көйлектер кіріп жатыр. Жоқ, басынан бірден орамал, артынан бірден киім кетті. Көйлек киімдер кетті, Қыздарға осы жабық. Менің киімдерімді жалғыз орамалды ғана қыздар кимейді. Менде ашық кимейтін, жабық, әдемі көйлек киетін қыздар көп қой бізде, етегі жабық. Қыз көп киеді. Шүкір. Негізі қалай айтсам екен, баға жағынан қымбат деп айтады қымбаттау сияқты емес па? Басында бұдан да қымбат болды. Да. Себебі аутсорсингтен үстінен қосып айтады, өз бағасына емес. Одан кейін мен матаны осы жерде алдым ғой, 2 есе 3 есе қымбат қой бақ. Оны халыққа түсіндіре алмайсың. Бізде производство мата жоқ. Бізге ешкім оптовый бағамен арзан мата бере салмайды бақта. Жоқ ондай, жоқ. Түсіндіңіз ғой, мата қымбат аламын, тігін аутсорсинг үстінен қымбат шығады. Оның үстіне мен пайда көрмесем, мен не қыламын оны жасап, ақша құйылып жатыр мысалы. Түсіндіңіз ғой, басында қымбат болды. Қазір енді кішкене оны әжептәуір 2 есе арзандады. Соның өзі қымбат. Неге? Өйткені мата жоқ та бізде производство. Біз әлі әкеп жатырық. Сен барасың Стамбулға. Мен жаңа Анель екеуміз барамыз. Сен 2 авиаперелет төлейсің. Гостиницада жатасың. Ақша төлейсің. Тамағыңды жейсің 3 мезгіл. Кем дегенде 3-4 күн жүресің сен Стамбулда. Оның өзі былай шығынған екен, білесіз ғой. Примерно санап жатсыздар, Одан кейін біз рулондап аламыз. Біз мысалы массово тігеміз ғой, біз жаңағы бір штуктап тікпейміз. Біз 3 қалаға и онлайн продажаға еще повтормен тігеміз. Біз бітіп кеткен киім қайтып тігеміз. Біз бір киімге 1 рулон мата аламыз. Біз қанша киім алып жатыр, қанша рулон аламыз, ойлаңыз. Соны 1 рулонда 20-30 метр емес, бұяқтағыдай. Бұяқта 10-20-30 метр максимум. Ол жақтан 100 метрмен аласың сен, ода минимум сатпайды олар, оптовый бағамен. Сонда ойлаңызшы, матаға қанша ақша кетеді. Барып келуің бар. Сосын сен оны каргомен салып жересің. Каждый килограммға санайды. Рулонмен алғаннан кейін 100 метр матаң әжептәуір килограмм шығады. А сен қанша рулон алып жатсың? Көп рулон алып жатсың. Килограмммен санайды. Сен сол жердегі салып жеретін балаға төлейсің. Барып. Мен айтқан маталарды каргоға салып жересің. За услуги. Каргоны өзінен за доставку төлейсің. Киген үшін. И каждый килограммға төлейсің ғой. Түсінтірсіз ба? Приехал дейсің ғой. Ол ақша. Сол себепті мата. Бізде егерде өзіміздің нарықта производство болса мата шығаратын, біз өзіміз әлде қайда арзан. Жолға төлемейсің, барып келгеніңе төлемейсің, оның бәрі ақша. Әлде қайда тағы арзан болатын еді. Бірақ тігіннің өзі жаңағы арзандады. Мен мысалы құйған ақшамды оған қоспаймын. Өйткені мен оған қоссам, ол қайттан қымбат болады. Мысалы, сенде қаншадан жұмыс істейді қазір? 15 шақты адам. 15 адам. Бухгалтер бар, СММ бар, продавец бар, тігіншілер бар, закройщик бар. Нема? Басшы болу қиын ба? Қиын. Несі қиын? Әділетті басшы болу қиын. Біздің уақытта,
былай нарықта деп айта алатын. Мына жүйе бар ғой, жүйе. Өзі бір рамки бар ғой бізде, әр неде. Система, Сол системаға мен бір кішкене келіспеймін да, мен келіспеймін. Менің ой-өрісім келіспейді да. Жоқ, олай болмау керек та, мен білемін да, ол болмау керек екен. Сосын осы жерде спор басталады. Мен қазақ концертте жұмыста жүргенде замдармен ұрысып қалатын кезім болады. Жоқ, депші. Сондай кездер болады. Қазір жұмыс істейсің қазақ концертте? Декреттік демалыстамын. Демалыстасың, иә? Сол кезде мен 2 жыл, тағы 1 жыл бар әлі. Енді, мысалға, бейненің ішінде қыздар жұмысқа кешірек песе? Сөйлесеміз. Мен сөйлеспеймін, Анеля бар, өзі бәрін не дейді. Сен жақсы басты. Мен рөлің сондай ғой. Жоқ, мен ешқандай рөл ойнамаймын. Мен өзім жырақта көп жүрем. Одан кейін мен Анеляны управляющийға алғаннан кейін, адам алғаннан кейін, ол сол жұмысты жасау керек та, мен оған кіріспеу керекпін. Мен андай бір решающий моменттер, бір үлкен бір не болады, Құдай сақтасын, ондай болған емес. Сондай кездерде ғана кірсем. Анеля екеуінің араларында ондай бір түсініспеушілік Біз жұмыста жұмыс қарым-қатынас. Үйде қарым-қатынас. Біз шатастырмаймыз. Мен алдында бұндай опыт болған, менде мен өзім әпкем берді. Директорым болып жұмыс істеді, пәлен жыл. Жұмыста біз бауырым, неміз коллег. Қызметкер жұмыс. Иә, жұмыста жұмыскеріміз бір-бірімізге. Үйде біз бауырмыз. Екеу екі бөлек дүние негізі. Бірақ шатастыратын жағдайда ол уже болмайды. Иә. Ол заңдылық сондай, өмірлік заңдылық. Мен ойлап тапқан жоқпын. Бұл жерде де тура сондай. Үйде сосын мен жұмыс туралы сөйлеспеймін. Анельге қатал бастасың ба? Қатал болатын жерде қаталмын. Қайын әпке ретінде үйде қатал. Күшті қайын әпкем мен Анеля. Әдешерде жүр ғой. Шын айтса мен өзімді қайын әпкем деп те айта алмаймын. Анеля мен сондай бір құрбың сияқты болып кеттің. Құрбы емес, мен туған сіңілім ғой ол. Бізде сондай жақсы неді. Біз көп сырласамыз. Біз кәдімгі бауыр сияқтымыз. Көп сырласамыз. Ішіміздегі бір немізді бір-бірімізге айтамыз. Көп ақылдасамыз. Жұмыста да, жұмыстың мәселемесін, үйдің мәселесімен. Сен келінсің, маған сәлем сал деген ондай болған емес. Өйткені ол біреудің өсіргеп, әмәпелеп өсірген қызы. Түсінем мен өзімде келін болғам. Ондай отношенияны көргем. Сол себепті келін деп мен ешқашан қабылдамаймын. Бірден келді сіңілім деп өзім бір туған нең сияқты қабылдап. Енді қазіргі таңда сенің ойыңша бейне қаншалықты бренд болып қалыптасты? Толыққанды қалыптасты, міне іргетасы қаланып, аяққа тұрды деп айта алмаймын. Себебі бізде бір рет уже ребрендинг болды. Біздер деген ребрендинг болды, одан кейін әлде де мен мысалы табыс көріп жатырмын. Құдайға шүкір, жақсы табыс көріп жатырмын. Бірақ мен оны қайтадан өзіне құйып жатырмын. Өйткені мен әлі өсіп жатырмын. Мен мынаған қазір көңілім толмайды. Мынау мен үшін кішкентай уже. Мен маған айттым ғой, үйде, залда, зал бөлмесінде бастадым. 1-2 машинкемен бастаған кезде маған соның өзі жетістік. Қазір мынау маған аз. Мен бұдан да үлкен объем жасағым келеді. Мен әр қалаға тіккім келеді. Мен шетелге тіккім келеді. Мен бізде мысалы айттым ғой, тігін цехын ашу оңай емес, көп ақша керек та, постоянно бүйтіп, для развития. Аутсорсинг біз көп тігеміз қазір. Мен жаңадан ашылған брендтерге барып өзім айтамын. Мен ұялмаймын шақыруға. Мен айтамын, сіз әзірге көп ақша, енді мен басына өтті ғой, көп ақша саламайсыз ғой, келіңіз де мен помогу. Келіңіз, менде цех бар, мен көмектесейін деп өстіп айтамын. Мен солай көмектескім келеді. Мен отандық брендтің дамуын қалаймын. Сосын біз тек қана премиум классы киімдер тігеміз. Мен премиум классы киім киген қалаймын қазақтардың. Премиум класс десең, ол не дейтіндер бар. Ішіндегі косая бейкамен, мынандай таза тігіспен тігілетін, бұндай тігіс бар екенін де білмейді біздің халық. Кейбіреулер, бәрі емес қой енді. Көбісі, басым көпшілігі. Неге біз кие алмаймыз оны? Неге біз мындай, мысалы штапель матаның түр-түрі бар, штапельдің өзі бар. Шолк штапель да, жібек штапель. Екеуінің айырмашылығы бар ғой. Сондай киесін деймін да мен. Неге кимейміз біз, киейік? Біз неге қырғыздың киімін әкеп сата береміз, кие береміз? Неге біз түріктікін киейік та өзіміз? Бізде қазір бренд көбейіп жатыр да, күшті. Нарық толып жатыр. Ол толған сайын конкуренция өседі. Конкуренция өскен кезде сапа күшті болады да. Соған жеткім келеді мен. Нақты мені үлкейтіп, мені мен нық тұрдым, мен үлкен объемды алып тіге алам деген кезде, мен айта аламын, бейне қалыптасты деп.
Просто бізде поддержка жоқ. Бізде нарықта отандық өнім дамымаған. Бізде даже мынандай понятие бар екен да. Ой, қымбат деп алмайды да, бірақ барып Элвин алады да. Түсініп тұрсыз ғой, Иә, иә. Біз өзіміз қолдамаймыз да. Біз бірікпейміз, бізде ынтымақ міне. Енді міне енді. Әсте біз түзелеміз. Әсте біз бір-біріміз қолдауды үйреніп жатырық. Күшті, иә? Мен мысалы Парижге шақырды ғой, мынау негізі артыңызда тұрған айтфесті жасап бастаған қандай мықты жоба еді. Ауқымды, керемет. Сол кезде әйелдерге бір площадка бөлді. Гаухар деген қыз бар, осы келіншек. Осындай киімдерін жаңағы сән көрсетілімін ұйымдастыратын қыз. Шақырды, қатысыңыз. Мынау негізі соған тігіліп жатқан екен. Кейін оны атымен берді ғой. Тоқтап қалды. Айтфест жауып тастады, болмайтын болды деді. Осы киімдер міне тігіліп тұр, кейбіреулер дайын өстіп. Енді мынаны өзім кием, сатылымға шығарым. Шыққан жоқ әлі. Бұл енді мұнда болған нәрсе ғой. Енді қазір Парижге шақыртты. Осы қазақтың несін Парижде. Иә. Жаңа қолдау жоқ демекші. Менде мысалы қазір Париждің барып келуінің өзі бәрі ақша. Оны тігу керексің, оны қайттан енді мен Парижге үлгермеймін ғой, мысалы мен осы жерден алым керек матан, бұл жерде 2-3 есе қымбат аламын. Фурнитураны да 2-3 есе қымбат аламын. Оған қаражат керек та. Ол жаққа күшті қылып апару керек қой, қымбат тастармен, қымбат түймелермен мысалы бәрін. Мен енді бір-екі кәсіпкерлерден сұрадым, пока тапқан жоқпын. Соны осыны ақыры дайындағаннан кейін ары қарай дорабатывать етіп, сол жаққа неге апармасқа деп сондай. Сөйтіп ары қарай шыға берсек, неге шықпасқа? Бізді де білсін, тани берсін. Мені емес, бізді, елді, Қазақстанды танысын. Ол өзіңдікі ма? Мына өзім сахнама тіктіп келдім. Осындай бір шапкам бар. Бұл қызық шапка өзі. Анау 30 жылдық болды ғой бізде тәуелсіздікте. Сол кезде бір жақсы ән шығарғам, Түркін тамшы жаңбыр деген. Сол кезде бір жақсы костюм керек болды. Мынаны мен өзім конструкциясын несін жасағанда, дизайн жасағанда, мынаны Сәукеленкі. Сәукелен бізде жоғары тұрады ғой. Енді бізде тарихта енді моңғолдардың несі бар ғой мындай. Көрдіңіз бе? Жан жақтан алынған, өйткені 30 жылдыққа арналды ғой менде. Сосын әннің ішінде сақ құндардан бастап айтылғанда Ринат Зайтов жазып берген болатын идея. Мынау жаңағы түріктердікі. Мынау өзіміздің шашпау. Көрдіңіз бе? Осының бәрін в купе мен барлығын алдында қосып осындай бас киім шығардық. Сахналық менің бас киімім бұл. Әлі де киіп тұрасың ба? Киіп тұрам. Сол әнді орындаған кезде, бір қазақы бір концерттер болған кезде мен киіп тұрам. Осыдан 1-2 күн бұрын сенің сторисіңнен мындай нәрсе байқадым. Бір әйел сырттан келе жатқан кезде адамдар оған балшық лақтырып жатады да, есіктен өткеннен кейін күліп. Иә, сосын ол бәрін ұмытып, бала үйге келеді. Проблеманы бәрін сыртта тастайды да, үйге кірген кезде бала шағасын сондай бір жылы жүзбен, жақсы көңіл күймен. Содан кейін мынандай сұрақ туындады да. Әлеуметтік желіде, өмірде үнемі күліп жүретін мөлдір. Иә. Жоқ, өмірде де күліп жүрем ба? Қажет екенсіз білесіз ғой? Өмірде де. Жоқ, вообще өмірде сырт көзге күліп жүретін. Бірақ иә, халыққа сол. Сынады ғой адам. Ішінде қиналады. Жеке қалып жылайды. Сол кезде саған мотивация, күш беретін нәрсе не? Аллаға сенім. Ең бірінші. Сосын қасындағы әке шешең балаша. Енді қараңызшы, ол видео жалғыз мен өмірмен қатысты емес қой. Ол сізге де қатысты. Бәрімізге. Ол сізге де қатысты, оператор. Сукач. Маған да қатысты. Ол әр адам өмір бойы мүмкін емес. Ол өзі сондай бір құбылмалы дүние ғой. Кейде құлазисың, өзімен өзің құлазисың. Онда тұрған не, это нормально. Соны біз қабылдау керекпіз да. Что это норма. Жылағың кеп тұр ма? Жылап ал. Онда тұрған не бар? Адамсың ғой, етің тұр ғой. Любой адам өмірде құлазиды. Мынау іштен мысалы бізде қанша бүйтіп күліп жүреміз, я мынау кейде копится же. Шығарып тастамайсың, копится. Мен әйел адам, мен жалғыз басты анамын. Мысалы, мен қанша жерде мен жалғыз өзім стараюсь, мен справляюсь, менде бәрі жақсы деген мен әйел адам. Маған арқа сүйегім келеді.
міне мен қазір осы жалғыз басты аналарда бір менің немді қолдайтын шығар. Қанша көкірегімізді ұрып, мен өзім бәріңіз жасайын дегенмен сынамыз біз. Мысалы, мало кто знает, что біз түнде жатып, жаңа жастық құшақтап жылап аламыз. Сондай моменттерде құлазыған кезде жылап ал. Почему нет? Почему нет? Шаршайсың, жалғыз өзің бәрін анаған үлгеріп, мынаған үлгеріп. Кейде бір Иран Саматқа арқа сүйеп, ой қош, күйеуім бар ғой, шешет деген келеді ғой негізі. Әр әйел адам, өйткені жаратылыс сондай да, біз нәзікпіз. Біз қанша жерден күшті болғымыз келгенмен, біздің табиғатымыз боламайсың сен ондай. Соны просто мойындаймыз да, мойындау керек оны негізі. Сондай кезде бір құлазған кезде жылап ал, болды. Сөйтті, бәрін шығарып таста, намазыңды оқы, тәубеңе кел, шүкір ет. Күшті ғой өмір деген негізі. Сол моментте құлазыған кезде бір шығарып тастады, ары қарай жүре бер. Творчествоға келейікші. Қазір творчествода келесі жыл 20 жылдық атап өтейін деп жатсың. Құдай қаласа, 20 Дайындықтың жыл. үстіндесің. Қандай жоспарларың бар? 20 жыл. Көп сияқты болып тұр да маған қазір. Былай қарасаң негізі көп емес қой 20 жыл. 20 жыл деген қандай жылдам өтіп кеткен. Мен есеп берем халықтың алдында міндетті түрде. Өйткені 20 жыл бойы халық менің құлағанымды да көрді, өскенімді де көрді, құлазғанымды да көрді, қуанғанымды да көрді. Бәрі көз алдында осы 20 жыл бойы мен өсіп өніп жатырмын. Ол кісілердің қаншама қолдауы да маған қанша мотивация болған. Кейде бір болады халық қатты поддержка берген. Мен кейде инстаграмға салып жіберемін. Жаңағы сіз айтқан құлазған видеоның артынан кейін жылап алдым деп жаздым ғой. Қанша комментарий келді. Мөлдір, не құлазыма, сен мықтысың, ештеңе етпейді, бұл өткінші деп сөйтіп. Сондай моментте қатты қолдау керексің да. Көресің, қатты қолдау сеземін. Сондай бір күш қуат жинап аласың, Құдай халық арқылы беріп қояды да сондай қолдауды. Сол себепті мен міндетті түрде есеп берем. Бұл үлкен гастрольдік сапар болады Қазақстан бойынша, қалаларды аралайын. Өйткені Алматы мен Астана ғана жоқ, қалған қалаларда да бар ол көрермен. Ол кісі келе алмайды мысалы. Сол себепті бірінші соң гастрольдік сапар болса, сосын Тоқетері Астана, Алматы, екі қалада үлкен концерт болса деп отырмын. Мөлдір, мен қай жыл екен есімде жоқ. Менің бір есімде, сен ол кезде, по-моему, орамал тақпайсың. Әкеңе ең алғаш бір машина сыйладың. Ең алғаш сыйнаға жоқ, ол кейіннен ол. Hyundai Sonata, кейін 70 болды, ол кейіннен. Папым өзі адам... Ақ машина етін. Ақ Hyundai Elantra. Elantra, е? Бірінші машина емес ол? 2010... Қазір есіме түсірейін тақтырыңыз. 2013. Сондай жылдар. 10 жыл бұрын ең алғаш рет Твиттерға салдың, Инстаграмға да мекен. Сондай үлкен сыйлық сыйлаған кезім екен ғой. Алғаш үлкен сыйлығым сол екен. Салоннан. Ол кезде Elantra жаңадан шығып атқан. Сол ой, сол кездегі неден болды ол, не себеп болды, қандай нәрсе итермеледі. Мысалы енді сен ол кезде өзің қызсың, бөлек жүрген, өзіңмен өзің. Өзің жағдайын жасап жүре бермейсің ба дейсіз ба? Әнеке бір қызық нәрсе айтайын ба? Мен әлі үйсізбін. Бөлек. Енді қараңыз, өзіңіз ойлай беріңіз. Өзім табиғаттың сондай. Мен бір өзі бөлек үйі бар, ондай бір немес. Мен бірінші әке шешеме, бауырларыма деп үйленіп қалғам. Мен табиғатым сондай. Маған ондай ой ешкім салған жоқ. Просто өзім сондаймын да. Мен мысалы бірінші мен айдамаған көлікті, жаңа көлікті әкем айдасын деп сол. Менде ол кезде болған жоқ. Мен салоннан көлік айдап көрмегем, әкем айдады бірінші. Тура сондай. Мен бірінші өзім қажылыққа барып келейін деген жоқ умраға. Мен бірінші әкем барып келді. Әкем артынан анаммен тағы барып келді. Сондай да. Кейін өзім барған жоқ әлде де умраға, бірақ үлкен қажылыққа барып келді. Сондай мен өзім просто өзім сондаймын. Мен өзіме үй алған жоқпыз, мен бауырым әкеме тараздан үй алдық. Алла сөйтіп маған беріп қойған. Мен арқылы бауырларыма, ата-анама беріп қойған. Енді Құдай қаласа бәрі реттелді қазір. Осы қанша жылдан бері әке-шешем үйі бар, жаңағы бауырларым, әпкем бәрі үйлі жайлы, өздерінің жұмысы бар, бәрі орныққан, толыққанда енді мен өзіме үй алуға кірісіп жатырмын. Құдай қаласа, шашып, жаңа неге шақырам ғой? Ерлік, қоныс тойға шақырам ғой. Қалай айтсам болады, кейбір кәсіпкер жігіттер өзі айтады да, біз определенный
бөлігін садақа деп бөліп қоямыз дейді. Бейнемен сондай бір дүниелер жасап тұрасыздар ма? Жасырын болса айтқыңыз келмесе айтпай ақ қойыңыз. Сондай нәрселер бола ма? Садақа деген негізі мен өзім жақсы көрмеймін жасырын. Менде бәрі жасырын. Мен әлде де қазір айтқым келіп отқан. Айтқыңыз келмесе. Ол Алла разылығы үшін жасалып жатқан дүние. Ол жасалып жатыр. Главное жасалып жатыр. Аз жасалып жатқан жоқ. Осылай айтайыншы, болды, осымен тақырып жабайық. Ондай не болып, рия болып кетпесін. Мен просто мына нәрсеге айтқым келеді да, осы жерде айтып кететін жер шығар. Ол біз әлеуметтік желіге де жарияладық сізбен бірге. Мен Қарайлас жобасында жұмыс істеп жүрген кезде қыздар медресесі бар. Сол жерде қыздарға негізі ауызашарға тамақтағаннан кішкене қиындау болып жатыр екен деп біраз адамдарға айттық. Біраз ер жігіттерге айттық. Ана мен барған кезде, иә? Иә. Сол кезде бір блогер жігіт, Ағарыс деген жігіт, мен бір күн ауызашар көтеріп еді. Соның кейін шыны керек қой, қазақтың мен деп жүрген біраз жігіттер істемеген нәрсені өндіріс істетті. Мен айттым ғой, айтпаңыз деп. Содан кейін айтып отқан нәрсем, бір анандай қалай айтсам екен. Мен жарияламаймын. Жоқ, ол жердегі, по-моему, публикация сіздің парақшаға шыққан жоқ па, шықты ма? Жоқ, мен де оны мен жасадым деп айтқан жоқпын ғой. Біз Қарайлас жобасы жасап жатыр дедім ғой. Оны сіз салайық деп салдық қой, біз барып түсірілім жасадық. Алла бала жаңағы адамдарға үлгі болсын, осындай жасалып жатыр. Осындай қор бұл жерде жасап жатқан деп біз салдық. Ондай кезде мен салам. Мен қарекет қорында салам. Квартира, жаңа үй беріп жатқан кезде мен салам. Садақа бересің. Садақа берген кезде ол еселеп қайтады. Міндетті түрде. Алла уәдесінде тұр. Сол нәрсені сіз өзіңіздің кәсібіңізде байқайсыз ба? Ол настолько уже автоматымды, мен бұрын сон байқайтын қуанатым, қазір ол өзімен өзі бола береді. Автоматты түрде. Мен оны қазір мен садақаны берем, маған бет келеді деген менде ондай жоқ. Мен Алла разылығы үшін беріп жатырмын. Бердім ба, болды, ұмыттым. Мына қолым беріп тұр, мына көзім жұмылып тұр, көріп тұрған жоқ, болды. Беретін Алла өзі реттеп береді, болды. Мынаның бәрі Құдайдікі ғой. Мен емес қой бұл. Мынаның бәрін кім беріп жатыр? Мен емес қой бұны істеп отқан. Бұның бәрін маған Құдай беріп отыр ғой. Не мое все это. Мен тігіншілер менде күлем ғой, мен өзім саған білмеймін отыр. Мен жаңағы өзіміздің шешеміз үйреткен көк тігісті білеміз. Бір сәл нетіп қалса білеміз ғой былай. Бірақ отырып жаңағы кәсіби деңгейде тігіп, московский шов, итальянский шов деген білмеймін ғой мысалы. Сол мен өзім қыздарыма айтамын, мен бұл жерде білмеймін ештеңке. Құдай беріп қойды, мынаны маған сіздерге жұмыс беріп қойды, міне болды. Мен арқылы, мен білмеймін бұл жерде. Мен сіздерге ештеңе үйрете алмаймын, сіздер маған үйретіңіздер деймін. Мен қазір тігін туралы көп нәрсе білемін, қыздар маған үйретіп жатыр мысалы. Кеңею, үлкею, қаншалықты деңгейге дейін? Бір Аллаға ниетіңізде. Мен миымде шектеу жоқ. Қай жерден Алла береді, қай жерге дейін, сол жерге дейін барамын мен. Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, бір жазып жүретінмін деп ше? Жазамын деп. Кішкентайымнан жазады екен. Қазір мысалы сол қатты практикуется же, психологтар да айтады, жаз, бүйт деп. А мен негізі кішкентайымнан жазады екен. Мен сол кітаптарым бар, жазуларым. Сол кездегі сияқты нәрсе ғой, иә? Өзімнің, мен көп армандаймын өзім. Менің даже космонавт болғым деген. Космонавт болғым келеді деген арман болған. Мен мынау айтып тұрмын ғой, шығармашылық адамдар кішкене қиял болады ғой, мынау қиял да бар ғой, иә? Енді әнші болам деп жүрген адам космонавтқа кетіп қалған ғой. Кейін енді тоқтаттым ол арманымды. Сондай бір арманшыл қиял адамымда көп армандаймын. Соның бәрін жаза беремін ғой, ана сонда. Кейбіреулерін өзім сондай маған ой келгенде білмеймін, қазір бүйтіп оқып отырып таң қаламын. Осы бейнені, мен бейнемі сол кезде 2012 жылы мен неге жазған екем қағазға? Мол. Мен машинам номерлері мол ғой. Молшылық болсын мөлдір дегенге келеді. Моля деп айтады мен бәрі. Мол брендін ашу деген менде бар екен. И қағасыншы мол салон, мол деген жасағым келген екен. Сол есімде жоқ мысалы қазір. Ана кітапты көріп таң қалып жатырмын ғой. 2012-де сол Алла тағала маған ойды салған, мен соны жазғанымда сол қалып қойғанмын сол кезде. Қанша мен почти 10 жыл ғой мен. Содан кейін қайтып Алла маған осыны әкеп беріп тұр ғой маған. Сол кезде салынған екен сол ой. Жазам, көп жазам. Сіздің білесіз ба қандай кайф қажеке? Ана бүйт жазасың ғой. Сосын ана бүйтіп қып-қызыл ручкамен бүйтіп сызасың ғой. Жасалды ғой мына дүние. Птичка қоясың бүйтіп. Альхамдулилlah. Жасадың да сен.
күшті анандай немен бір сезім болады. Все. Мақтаныш сезім болады да, жасы Құдай мені жасатты осының бәрін маған деп. Сіз мамаңызды ойлаймын, папаңызды ойлаймын. Сіз үйде болдыңыз ғой қажеке. Сіз негізі болған жоқпын әлі. Үйге кірмедіңіз ба? Сіз неге кірген жоқпын. Мамаңыз бен папаңыз біз аэропортта бірге отырып сөйлестік, былай біраз. Сол кезде байқаймын да, мөлдір. Сенде мінез іштегі осы стержень. Мамаңнан ба? Папаңнан ба? Мен аралас сияқтымын. Мен түрімде аралас, негізі байқадыңыз ба? Мен бүйтіп, мен мысалы інімді көрсеңіз, алмайтын мамам. Сондай да? Мен араласпын. Мен өзім ортаншы баламын ғой үйде. Мен араласпын. Мен папамнан да бар мінез, мен мамамнан да бар мінез. Түрім де сондай. Мысалы мен көзім қатты әкеме ұқсайды. Мына ерін, жағым мен мамама ұқсайды. Мен мінезім де сондай деп ойлаймын, аралас. Екеуінен де бар, е? Екеуінен де. Қайсысын қаттырақ жақсы көресің? Папамды, мама кешір деп. Екеуін де жақсы көремін. Енді жақсы көргенде емес қой, мәселе Алла разылығы үшін жақсы көресің ғой, кім жақсы көрсең де. Мен әкеме жақынмын просто. Әкеме қатты жақынмын. Мына жер негізі о баста мен кабинетім болған. Мына жақта кәдімгі стол жұмыс істейтін жаңағы бухгалтер осы жерде отырып, сондай сияқты бір кабинет болған. Бірақ осы жақында ғана мен бұл жерді дайын киімдерді іліп, осындай шоурум жасадым. Өйткені кабинет болғаннан кейін бұл жерде көп отыра бермейміз. Бұл жақта енді тігіннің жұмысы болғаннан кейін, мына жерде дайын киімдер осылай ілінеді. Мына жерде киім аз қазір, себебі біз қазір жаңа киімдер товарды Ақтау Астанаға сала жердік. Дайын киімдер осылай ілінеді осында, размермен. Жаңа бренд. Жаңа әлі шықпаған. Бізде премиум сападағы киімдер, іші жаңағы оверлогы емес, мынандай косая бейка деген арнайы премиум класста жасалады, осылай тігіледі. Міне ішкі тігісінің өзі осындай таза тігіс. Алматыда, Стамбулдан келген, жаңағы біздің жаңа биркаларымыз бейне. Эска размер, если что. Эска мен размерім. Осы жерден бәрі дайындалып, ілініп, мына жақта тағы да жаңа киімдер тігіліп жатыр. Осы жерде барлығы дайын киім үтіктеліп ілінеді, одан кейін біз уже товарды 3 магазинге уже жібереміз. Материалдар күшті еді мұны? Жаздық. Емізуге арналған, әйелдерге арналған. Мына жақта бейне деген өзім. Баған вышивальный машинаны осы үшін алғанбыз. Мына жақта қалтасы бар. Сосын мынау жаңағы замок емізулі. Бұл қазір уже сатылымда бар дүние ме? Сатылымда бар уже. Бұл сатылымда бар. Жаңадан біз, мысалы, 3 қалаға бірден тіккенен кейін, товар жібергеннен кейін ол таусылады ғой. Қайтадан біз толықтырып, тігіп, қайтып жібереміз. Түсіндіңіз ғой, е? Бірден тігіп отырамыз осында. Біткен таусылды деген киімдерді. Отлично. Вот. Әкеңмен сырласасың ба? Көп сырласам. Өте көп сөйлесем. Мен әкемнің бір өзінің бір фишкасы бар. Өзі бір қатты сөйлесіп, бүйтіп сырласып, жаңағы шет жаққа кетіп қалғысы келген кезде. Қызым, бургер жейік та дейді, бургер жақсы көреді. Болды, деймін. Папам салып аламын, екеуміз кетіп қаламыз қалада. Бәріне жерге барамыз, тауға барамыз, бургер жейміз. Екеуміз ақ. Ана әңгімелесеміз, сырласамыз. Қатты жақынмын, айттым ғой, мен өте қатты жақынмын әкеме. Сөйтіп қайтып үйге келеміз. Жаңа жоспарлар жасаймыз, ақылдасамыз. Папам көп ақыл айтады, мамам екеуімен. Мен даже осындай эфирлерді көрген кезде екеуі көреді. Екеуі көрген әше мен қызым молодец, мақтан тұтам деп көрмейді олар. Бүкіл критика мен әке шешем ғой негізі. Сен бүйтіп отырдың, сен ана сөзді айттың, халықтан ұят болады. Мен бүйтіп, мені шегелеп, бүйтіп ана пилить етіп, бүйтіп гранінің бәрін шлифовать етіп шығарып отқан әке шешем ғой. Әке шешем ғой. Музыкада әнді таңдаған кезде өзің таңдайсың ба? Репертуарың. Кешешем. Айттырмын, мен қатты жақынмын. Мен бәрі сол кісілермен ақылдасам. Әндімін, маған демо берсе жүрдім. Мен андай ән алайын деп жатырмын деп кухняда шай ішіп отқан кезде бет тыңдадым. Мысалы енді қарашы, өнер жолында жүрген кезде бір адамда бір кумир болады. Сенің Мөлдірдің вообще бұрын кумирі кім болды? Мейрамбек аға болған. Мейрамбек аға. Әлде де сондай. Киноға түстің. Киноға түсіргенде жарылардай болғам. Мен Мейрамбек Беспаевпен өлең айтып жатырмын. Ол мен үшін білесіз бе қандай жетістік. Әлде де мен міне тағы да айтқым келеді ағамен. Аға маған негізі өмірде көп көмектеседі. Аға негізі айта салайыншы енді осы. Аға деген сөз ұғым бөлек та. Бірақ ағалыққа сол атқа сай ағалық таныту ол бөлек та.
ағалыққа атына сай ағалық танытатын бізде Мейрамбек аға. Мен үшін. Мен өмірде, өнерде бір тосқауылдар болып жатып нетсем, мен бірден ағамын қатты көңіл түседі. Мен туған қарындасым деп айтады. Білесіз ба, қандай төбем көкке көтеріледі. Мен туған қарындасым, қарайлас жүріңдер деп. Бір ауыз сөз ғой ағамның. Жәнем ағам. Ағамен ақылдасам. Осы қазір Құдай қаласа концертте енді нетіп жатырмын, оған тағы барам ағама. Концерт жасайын деп жатырмын, қалай істеймін деп. Көп адамдармен дуэт жаздың. Өнерде менде. Сен қазір данный момент бір 3 әншіні айтшы, дуэт жазғың келетін. Мейрамбек аға. Мейрамбек аға. И Мейрамбек аға. Ал енді. Давай, байкем сонда. Әттеген ай деген адамдар болады бір өмірде өтіп кеткен. Өнер адамдар, Болады. Сол өнер адамдар, өмірден өтіп кеткен өнер адамдарының ішінде сол кісімен шіркін бір дуэт жазғанда қалай болар еді деген бір ойда адамдар жоқ па сенде? Мен Батырхан Шүкенов ағамызбен арманым етін жазу. Ол кісі енді біз елде тұрған жоқ, ол кісі мен үшін жаңағы шетелдегі халықаралық деңгейдегі әнші болып көз алдымда сондай кісі да ол кісі. Бірақ үлгермедім. Ниетің болды, арманың болды. Сол арман болып қалды. Ол жалғыз сіздің ғана емес, Валерия Меладзен де арманы болған екен. Батырхан Шөкеновпен дуэт жазу. Ол да сол бір кешінде айтты да, Батырхан Шөкеновті еске алатын бір кешінде Меладзе айтады. У меня была мечта записать с ним дуэт. Енді қасында жүрді ғой, ол кісі бір нарықта, біз енді Қазақстан бөлек. Осы бейнені бастаған кезде, жосын істеп атқан кезде бір, осын қош тасай салайыншы деген бір іште ой болды ма сенде? Мүлдем? Мен перфекционистпін. Мен бәрін тиянақты до конца жазам керек қой. Мен өзім төңірегімдегі адамдар біледі. Мен беріліп кетем. Мен семьяма, мен семьяға беріліп кетем. Мен жұмысқа беріліп кетем. Қатты беріліп істеймін о мен. Мынау вода камень точит деп бір нәрсені тиянақтай берсең, ол болады, өңеді ол. Бастадым ба, мен бұны апаруым керек. Мысалы, кезінде менде Назарда болды ғой. Назарды мен бастадым, өте жақсы деңгейге шықты, халықаралық деңгейге шығып атқан кезде тұрмысқа шықты да қыздар. Бірақ мен келісім шарт болғанда да 7 жылға мен бағым байлай алмадым да, қыздарды жібердім. Бірінен кейін бір кетті. Одан кейін мен қайтадан составты қайтадан жаңартқан кезде карантин басталды. Болды, Назардың Алланың жоспары бойынша сол жерде тарихы бітті деп мен солай қабылдадым да. Ары қарай өткен мен өзімде жеке өміріме байланысты әртүрлі жағдай болған кезде мен шамам болмады Назарға. Бірақ мен до конца прям. Қазір бір проект бар ма сенде? Музыкальный? Жоқ. Қазір проект бар, мен художественный руководительмін. Рабат деген ансамбль бар. Мен өнерге шәкірт тәрбиелемеймін деп шештім. Не себеп? Енді ол жақ кішкене діни жақ. Діни тақырып болғаннан кейін мен орамал киген кезде менде болды ғой. Мөлдір дауыс деген. Онлайн мектеп болды менде. Өте көп менде балалар болды оқыған. Мен өзім жеке сабақ бердім. Орамал киген кезде бұл енді діни мәселе болғаннан кейін өзім сондай шешімге келдім. Өнерде тәжірибемен бөлсей, егер сұрап жатса, мастер-класс, сондай, бірақ арнайы бүйтіп мен направление бере алам, өзім тәжірибемен бөлсе алам, бірақ бүйтіп шәкірт тәрбиелеп, оны с нуля ондай жасамаймын деп шештім. Рабат ансамблі Нұрсұлтан деген жігіт бар, NS Group деген танымал видео не түсіретін үлкен кәсіпкер бала. Сол баланың ұсынысымен жасалған дүние, мен басына бірге жасайық деді, мен айттым. Мен шәкірт тәрбиелемеймін, мен көмектесейін дедім, тәжірибемен бөлісейін, направление былай берейін. Аяққа тұрғы жүрген кезде, жұмыс басталып кеткен кезде, ары қарай өздері. Солай болды. Қазір шүкір Аллаға, әдемі әндер шыққан жүр. Кино шықты бір. Актриса ретінде өз-өзіңді сезінді площадкада. Қазір киноға түскің келе ме? Ғашық жүрек па? Ғашық жүрек 2010 жылы түсірілді. 13 жыл өтті. Сіз бүгін бүкіл естеліктің бәрін есіме алып жатырмын сіздің сұхбатыңызбен. Одан кейін талай сериалға, талай фильмге шақыртылдым. Бірақ мен неге екенін білмеймін, мен жүрегім қаламайды.
мен өзім жүргім қалмайтын нәрсені жасамаймын негізі. Не қыламын мен өзімді қинап. Ол киноға қашан Неше түрлі танымал сериалдар түсірілген, мені главный рөлге шақырған. Кейбір кісілер қалаған гонорарын берем деген кісілер болды. Мен өзім, мен әзір дайын емес шығарым. Мен болашақта айта алмаймын, түсіп қалуым мүмкін, может өзім түсіретін шығармын, мен білмеймін. Бірақ мен осы уақытқа дейін 13 жылда бәріне түбегейлі отказ беріп отырдым. Өте көп шақырылды. Саған сонда әлде де шақырады. Осы соңғы шақырғаннан да шақырту болды да. Қандай? Орамалдамын ғой мен. Енді қай арна екенін айтпай қойын, енді біз өзі аз-ақ қой арна, бірақ андай өзіміздің үлкен арналардың бірі. Осындай деген кісі хабарласып, осындай сериал ойын главный рөлге шақырайық, жақсы гонорар деп, жақсы сумма айтты. Бірақ деді, бір мәселе бар деді, проблема деді. Я говорю, не проблема болуы мүмкін. Маған актриса ретінде өзім дәлелдеп қажет емес, білді, көрді фильмді бәрі. Қандай проблема болуы мүмкін одан басқа дедім. Ақшаны жақсы төлеп тұрсыздар, мен де келісіп тұрмын. Орамал деді. Сізге орамал шешу керек болады деді. Естественно жоқ дедім. Сондай бір қызық мәселелер ғой өзі бір. Орамалды өзің бір кезде бір шешкің келген кездер болмады ма, таққаннан кейін? Сіз білесіз бе, мен орамал киген кезде жалпы Аллаға жақындаған сайын бір қадам жақындағанда өзі бір сынақ көбейді ғой. Көп бүйтіп. Мен намазға келгенде де сондай болды, мен орамалға келгенде де сондай болды. Орамалға келгенде кішкене ауырлау болды. Алланың қалауы ғой бәрі, альхамдулилля. Мен орамал жаңадан киген кезде Мұхамеджан Тазабеков ағай, Бекболат аға бәрі үйге қонаққа келді. Папам, мамам үйіне. 400 квадрат үйде ме ба? Сол жерде беседка бар. Жаңа інім өзі істеген сол беседкада шай ішіп отырдық, кешкі шай, самаурын үйде. Үйде бізде бәрі қазақша ғой. Кешіп самаурын шай ішеміз, қолдың сүтін ішеміз, сондаймыз біз. Қолдың айран үйітіп ішеміз, әлі пельмень бәрін үйден түйеміз, сондаймыз. Бұйырса бір дәм татар. Дай қаласа, иә. Сөйтіп беседкада шай ішіп далада неткен кезде накрывать етіп, аға маған бір жақсы дүние айтты. Сол сөз маған, Алла сол сөз арқылы маған беріп қойды да, күшейтіп қойды орамалға дегеннемді, адалдығымды. Маған айтты, сен орамал кидің, сен Аллаға жақындаудың мәселесін білесің, сынақтар болатын білесің. Намазда бір жыл жүрген адам емес, бұрыннан намаз оқисың, сен дін жақты жақсы білетін адамсың ғой, енді қазір тағы да бір қадам, тағы да үлкен қадам жасап жатсың, сен сынақ болатын біліп тұрсың ғой деді. Білем аға дедім. Бірақ сен настолько қиын болатын білмей тұрсың деді маған. Ол кезде білмейсің ғой. Сен деді, саған менің ағалық өтінішім деді. Міне Алланың қалауымен қандай сынақ болмасын басыңда орамалың шешпеш деді. Бекем бош деді. Осы сөзімді просто оқып аш деді. Сақтамашы есіңе болды деді. Сен қазір сыналатын бол, жақындарыңмен сыналуың мүмкін, ең жақындарыңмен жұмысың, білмеймін не болатын дейді, бірақ ол болады дейді, ол сондай сынақ ол дейді, ол Алладан бәрін. Бірақ орамалың шешпеш, менің бір осы ағалық өтінішім деді. Сол сөз білесіз бе, Құдай маған қалай әкеп қойды, мен действительно сондай жақын адамдармен сыналып, көп бір жан жақтан жұмысым, үйім, бәрі міне былай болып жатырды. Менде даже мен ол кезде жүкті болдым, менде даже қызыма синдром Дауна қойып берді, ішімде жатқан қызыма. Жан жақты айтып тұрмын ғой, міне бүкіл жан жағымнан мен бүйтіп сыналып, еще жақын былай. Аллаға шүкір, қызым сап-сау дүниеге келді. Сондай бір, жаңа сіз мәселені түсінсін деп айтып беріп жатқаным ғой. Қатты мынандай бір не болған кезде менде болды сондай ой. Мен не істеймін осы? Сондай бір неменеге мен қиналып жатырмын бүйтіп, орамал кидім ғой, мен Аллаға жақындап жатырмын, мен де наоборот бәрі мынандай болып кетті ғой деген. Шайтан уәсуәс салып жатыр ғой ана. Уәсуәс деген сұмдық қой, нәпсі деген ойбай. Бәрі жабылып жатыр ғой. Ол кісі маған андай күшті нәрсе айтқан, сенде 3 миллион оқырман бар ғой деді. Сен бұрын мысалы оқырмандарымды айтып тұрған жоқ қой, ол кісі андай діни мәселеде айтып жатыр да, енді білмеймін оны қазір кім қалай түсінетінін, жақсы жағынан түсініңіздер. Сен сондай армияға жұмыс істеп келдің дейді да, енді сен қазір теріс жұмыс істейсің ғой дейді. Теріс кеттің ғой олардан дейді. Сен Аллаға жұмыс істейсің қазір дейді да. Ана жақта шәкеңдер сондай армия болды ғой сенде дейді да. Сен солардың қалаған істедің, кішкене ашықтау киіндің. Солардың несімен жүрдің ғой дейді, нәпсінің жетегінде дейді. Енді сен
етегің тидің, орамал кидің. Мен мысалы бұрынғыдай уже ән таңдауда да көп мағынасы бар әндер ғана айтатын болып сондай көп. Сосын халал той деген, харам жерде жүрмеу деген. Бұрын жүре бердік қой мысалы. Караокеге де бар, қазір мен бармаймын. Соның бәрін түсіндіріп жатыр ғой, сен қазір енді теріс айналдың ғой олардан дейді. Неден? Шәкеңдерден. Сол бәрі саған против жұмыс істейді деді ғой. Сен соған төтеп берші деді ғой. Сол моментте мен қатты қиналған кезде ой болды ғой менде. Мен не істеп жүрмін? Мен бұрынғы өмірім күшті еді ғой. Ол кезде түсініп тұрған жоқпын ғой, мына иман әлі бүйтіп тұр ғой. Нақ мен өзім қинап жатырмын. Бүйтіп өскен жоқ қой, мынау тұр ғой мына жерде. Сол момент қой, елем яқа кетесің, елем яқа кетесің ғой. Сол кезде болды менде ой. Ол ойды салады, ол міндетті түрде болады. Орамалды қыздар мен жақсы түсінеді. Сөйтіп жүрген кезде сол Мұхаммед ағаның сондай маған айтқан ақыл сөздерін арқылы Алла маған соны шешіп берді. Дұға ете берші, дұға ете. Сәждеде көп жыладым мен. Сәждеде жылаймын. Ешкімге айтамаймын, уже болды, бәрі міне. Қырылып жатыр жан-жағым бәрі теріс айналып, мен жаман енді. Андай бір сондай дұшпаныма да тілемеймін, шын айтсам ондай жағдайды. Жан-жақты былай жақын адамдармен болған кезде до того уже сырласатын, тек қана Алла ғана сәждеде жылай бердім. Я Раббым, не болып жатса да мен орамалымды қорғашы дедім ғой. Орамалға қарсы келгендері жұмыстан шық, орамалыңды шеш, телевидение жабық, бәрі жабық. Мені жаңағы неше түрлі органдар тергеп дегендей, неше түрлі жағдай болды. Жаңа қызымда андай болды, күйеумен андай жағдай болды. Бір момент қой сол. Денсаулығым да кетті. Мен бүйтіп до того бүйтіп жүйкем неткеннен қолымды бүйтіп ровно ұстай алмайтын, бүйтіп дірілдеп тұратын. Уже әбден тозып кеткен ғой жүйкем, жаңағы қатты қиын неткеннен. Стресс, депрессия. Сол моментте болғанда солай шешіп берді ғой Құдай маған. Сондай ағаның сөздері арқылы. Сол сөз кәдімгі сен бекітіп жіберді. Ұстап тұрды. Мен орамалымды ары қарай бүйтіп, керісінше жоғары иманымды көтеріп жүрді. Құдай сөйтіп шешіп берді бәрі маған. Шүкір. Әр нәрсенің, әр ненің артынан жақсылық күтіп тұр деген осы. Қанша уақыт болды сынақ? Көзе мен қызым 7 айлық кезіп ішімде. Қанша уақыт? 1 жыл ғой. 1 жыл. 1 жыл сондай сынақ. Соған төтеп берді. Қасымда болған әке-шешем ғой. Как обычно. Әке-шеше деген қадіріне жете алмаймыз ғой, бірақ жетуге тырысып атамыз, тырысып бағып атамыз әйтеуір қолымыздан келгенше. Мамам баламды бүйтіп, балама қарайтын шамам болмады. Мынау до такой степени денсаулығым кетіп қалған ғой, мынау уже депрессия неден жеп тастаған ғой, өзім бүйрек кеткен. Ой, неше түрлі қызық болды. Қазір енді Құдайға шүкір сондай жеңіл немен айтып отырмын, бірақ өзі енді көзім жасын тия алмай айтатындай не болды ғой. Әке-шешем ғой, папам бүйтіп жүріп, қызым жақсы бәрі, ештеңе етпейді. Мен болады ондай, мамам аяқты қызымды бағып атып. Қазір альхамдулилля бәрі жақсы. Кәсіп орнығып жатыр, жаңағы өзім творчествомда Құдайға шүкір 20 жылдықты тойлайын деп отырмын. Қызым 2 жасқа толды, Аллаға шүкір, тәтті қызым, дені сау, альхамдулилля. Ұлым өсіп қалды, мектепке барайын деп жатыр. Шүкір. Қазақстанда бірдеңе жасау қиын, кәсіп ашу мүмкін емес дейтін азаматтарға тағы да бір кішкентай дәлел, қазақтың қыздарының өзі осындай мінекей бренд қалыптастырып жатыр. Мөлдір Әуелбековамен болған Мөлдірдің бейнесі жайындағы әңгіме осымен соңына шықты. Біздің каналға тіркеліңіздер, лүпіл басыңыздар, пікір алаңыз сіздер үшін, өздеріңіздің жақсы тілектеріңізді жаза кетіңіздер. Және де келесі сұхбатты кіммен болғанын қалайсыздар? Оны да жазсаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.